Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қостанай педагогикалық колледжінің YouTube арнасында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған тәуелсіздік ұрпақтары форумы. Мы принимаем челлендж «Тәуелсіздік ұрпақтары», посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан, который нам передали из города Нур-Султан. Биыл тәуелсіздіктің құрдастарына 30 жыл толды. Олар егемен елде туып өскен, ашық санаға ие. Олардың дүниетанымы мен өмір салты мүлдем басқа. Біз өз жолымызды таңдап, елімізді демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнаттық. Оның ең жоғары құндылығы адам. Бұл таңдаудың артында Тәуекенің көрегендігі мен Абайдың ұлылығы, Ыбырай Алтынсариннің даналығы мен Ахмет Байтұрсыновтың патриотизмы тұр. Педагог – ровесник независимости. Какой он? Приглашается выпускница педагогического колледжа 2011 года, магистр искусствоведческих наук, педагог-эксперт, участник и лауреат творческих конкурсов, хореограф-постановщик Костанайского областного казахского театра драмы имени Ильяса Умарова Шаяхметова Бану Ерденовна. Құрметті қазақ елі, биыл ата-бабамыздың кеудесінде арман болып бүрлеген, елдің жүрегінде үміт болып оянған, еркіндікке қол жеткізгенімізге 30 жыл толды. 30 жыл адам ғұмырымен есептейтін болсақ, әрине көп уақыт емес. Осындай аз уақыттың ішінде біздің еліміз Қазақстан әлемнен өз орнын алып үлгерді. Қаншама мемлекеттерге үлгі болатындай бастамалар жасап, әлемдік өркениетке үлес қосатын дәрежеге жетті. Бүгінде тәуелсіздіктің 30-шы белесіне көтеріліп отырған Қазақстанның әлем алдындағы биік беделі мен абыройы бар. Міне, осы жасампаздық жолды жалғастыруға біздер дайынбыз ба деген сауал әрбір жасты толғандыруы тиіс, және оны іске асыру басты парызымыз. Мен Шаяхметова Бану Ерденқызы, тәуелсіздік таңымен бірге түлеген ұрпақпын. Мен өмірге келген 1991 жыл қазақ елі үшін ерекше жыл болған ес білгелі естіп келемін. Алғаш мектеп табалдырығын аттағанда ұстазым бізді жылы жүзбен қарсы алып, мемлекетіміздің құрдастары бірінші сыныпқа келді деді. Бұл сөзін түсінбей ұстазымнан: қалайша Қазақстан Республикасы мен сияқты 6 жасқа ғана толды ма? Сонда бұрында бұл мемлекет, бұл ел болмады ма деп сұрадым. Ұстазым маған қарап жымиып: әрине болды балам. Тек сендер дүниеге келген жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздікке қол жеткізді деді. Тәуелсіздік ол қасиет тұнған ұғым. Тәуелсіздік сөзі ол еркіндік, қайсарлық, бостандық, бейбітшілік, тыныштық, достастық, бақыт деген мағынаны білдіреді деді ұстазым. Ұстазымның бізге осы сөздің мағынасын түсіндіргендегі көзіндегі бақыт пен бізге қараған үміт отын толықтай жан дүниеммен сезіндім. Осы сәттен бастап өзімді болашақта қандай мамандық иесі болғым келетінін түсіндім. Мен білім алған Абай Құнанбаев атындағы орта мектеп маған тәуелсіздік және тәуелсіз ұрпақ сөздерінің мағынасы мен отанымызға деген махаббатты толықтай бойыма сіңіріп өсірді. Мектебім тек білім ғана бермей, ұлттық өнерге баулыды. Соның ішінде би өнері жаныма ерекше жақын болды. 10-11 сыныпты ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп гимназиясынан білім алдым. 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін би өнерін бойыма серік етіп келдім. Болашақ мамандығымды таңдауға уақыт жеткенде мен екі ойлы болдым. Мен өнер жолын немесе ұстаздық жолды таңдауды ойладым. Бұл екі мамандық менің арманым болатын. Осы орайда толғаныс үстінде жүргенде мен Қостанай педагогикалық колледжінде ерекше мамандық иесі болуға болатынын естідім. Ол мамандық халықтық көркем өнер шығармашылығы, көркем өнерпаздар хореографиялық ұжымының жетекшісі, оқытушы. Осы сәтте менің қуанышымның шегі болмады. Менің балалық арманым ұстаз болу және өмірлік серік еткен би өнерін қатар алып жүруге мүмкіндік пайда болды. Тәуелсіздікпен бірге есею екінің бірінің маңдайына бұйыра бермейтін бақыт екенін сезініп, бойымды мақтаныш кернейді. Тәуелсіздік, еркіндік, азаттық, егемендік, неткен киелі ұғымдар. Осы бір сөздерді мен дүниеге келгеннен бастап, яғни 91 жылдан бері айтып келеміз. Алайда осы еркіндікке қол жеткізу жолында талай боздақ қаным берді. Олар арман еткен бақытты кезді біз өз көзімізбен көрдік. Дархан даланың төсінде асыр салып ойнадық. Еш уайымсыз ұйықтап, арайлап атқан таңдарда ояндық.
Сен неткен бақыт дедің, келер ұрпақ деп Қасым Аманжолов айтпақшы. Иә, біз шексіз бақыттымыз. Сондықтан тәуелсіздіктің құрдасы екенімді ойлағанда көкірегімді бір әдемі сезім әлдилейді. Ол жеке басыңның, қуанышыңның, туған еліңнің тарихи өміріндегі айрықша сәтпен тұспа-тұс келуіне деген ризашылықтың әсері дер едім. Маған елбасымыздың мына бір сөздері әрдайым шабыт береді. Болашақ жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тізгіні ұстаздардың қолында деген. Яғни осы ұстаздардың еңбегі арқылы біз жарқын болашақты үлкен маман иелерін тәрбиелейміз. Осы жолда көптеген қызметтер, мүмкіндіктер туып жатыр. Өзімді осы тәуелсіздіктің құрдасы болғанымды мақтан етемін. Ұрпақ тәрбиесі тікелей жауапты маманның иығындағы жүгі ауыр, ұстаздық ұлы іс. Соқпағы көп бұл жолда жүрек қалауымен келген жандар ғана жетістікке жетеді деп ойлаймын. Ал жұмысымның жемісі өнегелі шәкірттерім. Мен мемлекетім үшін қызмет етемін. Бұл үлкен жауапкершілік. Және ол жауапкершілік алдағы уақытта да арта түседі. Бірақ менің бойымда жас мемлекетіме адал қызмет атқарамын деген нық сенім бар. Өйткені мен елімнің ертеңіне сенемін. Тәуелсіздік елімде, бақыт құсы самғап ұшты көгімде, қазақ деген ғажап халық қашаннан, көк бөрінің ұрпағымыз тегінде, бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған. Тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға, көк туымды қолыма бүгін берік ұстадым, түсті бақыт жолыма менің Қазақстаным. Құрметті қазақстандықтар, жаңа ғасырда түлеген, жасарып түрленген еліміздің тәуелсіздігі тұғырлы болғай. Қазақстандықтар серпінді және жас ұлт. Республиканың әрбір екінші тұрғыны 30 жасқа толмаған. Сіздердің барлық игі армандар мен батыл жоспарларыңыз табысқа жету. Біз Қазақстан жастарына сенім артамыз. Біз қазақстандық патриотизмнің жасампаздық күшіне сенеміз. Когда нам будет сильно за 40, нам Костанай будет так же дорог. О-о-о, с улыбкой волны наши листая, какими были и какими стали. О-о-о, все быстрее оно наступало, наше завтра начнется с утра. А сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Мы молодежь Костаная, пока мы в творчестве, пока мы едины. И ты не бойся быть с нами, ведь мы с тобой будем силой. А жизнь не кончится завтра, пока мы в области, пока мы любимы. Когда нам будет сильно за 40, наш Костанай будет так же молод. О-о-о, мы молодежь, и нас здесь слышат порядки мыслей и цели выше. О-о-о, спортсмены, певцы и актеры, активисты и волонтеры. Наша область не сверкает, костанайцы во всем мире знают. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Мы молодежь Костаная, пока мы в творчестве, пока мы едины. И ты не бойся быть с нами, ведь мы с тобой будем силой. А жизнь не кончится завтра, пока мы в области, пока мы любимы. Ал сен қорқпа, алға бассаң, біз бәріміз бір боламыз. Көтер бізді жарқын болашақ, шың биікке ұмтыламыз. Біз Костанай жастарымыз, қазақ елі даласында. Біз біріккен отбасымыз, ұмтыл биікке әрқашанда. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Мы молодежь Костаная, пока мы в творчестве, пока мы
қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта туылдым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі елмеске, айта бергім келеді, айта бердім. Мен Қазақстанға мақтан тұтамын. Тәуелсіздік жылдары елімізде спорттық мәдениетті қолдау және дамыту жағдайлары жасалған. 2011 жылы біз Азия ойындарын, 2017 жылы универсиаданы өткіздік. Қазақстан, мен сені мақтан тұтамын. Биыл еліміз Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтуде. Біздің қатысушыларымыз Қазақстанның талантты жастары. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Бүгінде біз жүзеге асырып отырған елді жүйелі жаңғырту адамдардың қоғамдағы, экономикадағы, мәдениеттегі әлеуетін дәйекті түрде ашуға бағытталған. Наши студенты – наша гордость. В год 30-летия независимости они достигли больших успехов. Студент 4-го курса группы АР-41 Хаджимукан Сайкенов вошел в топ-100 лучших студентов колледжа Республики Казахстан. Мәдениет бөлімінің 4-ші курс студенті Диляра Кузимбаева WorldSkills Қазақстан 2021 ұлттық чемпионатында хореографиялық ұжымның жетекшісі құзыреттілігі бойынша алтын жүлдегер атанды. Студент 2-го курса группы АР-21, обладатель бронзовой медали Елбасы, победитель республиканского турнира «Я предприниматель» Султан Кусаинов. Слово предоставляется Хаджимукану Сайкенову, победителю конкурса ТОП-100 лучших студентов колледжа Республики Казахстан. В год 30-летия независимости Республики Казахстан я подвожу итоги обучения в Костанайском педагогическом колледже, где я не только получаю профессию учителя, еще осваиваю различные социальные роли – ведущий, хореограф, волонтер, председатель медиа-информационной комиссии. Выражая слова благодарности директору колледжа Уразамбетовой Галие Ульмисхановне, вы научили всех нас, студентов, работать в команде. Вы создали условия для развития каждого студента. Мы растем и развиваемся под руководством педагогов-наставников. Наша студенческая жизнь яркая, насыщенная, полная новых проектов и творческих планов. На республиканский конкурс мной предложен авторский социальный проект Travel Costa Region. Проект направлен на развитие туризма, профориентационной работы, пропаганды профессий и статуса педагога, сохранение историко-культурного наследия областных и региональных брендов Костанайской области. Разрешите мне наградить студентку 4-го курса, активную участницу республиканских и областных мероприятий, представителя школьного отделения номер 2, ассистента режиссера студенческого YouTube-канала КПК Лайв Аруну Тасбулатову. Для награждения приглашается Ергалиева Дарига, студентка группы Т-11, которая заняла 3-е место в онлайн-соревнованиях по шахматам Street Workout и Тогыс Кумалак среди учебных заведений технического и профессионального образования. На нашем форуме присутствуют студенты-активисты. Молодежь, вам слово. Біз бір командамыз, ынтымақтастық пен бірлесіп істеген жұмыс атмосферасы әртүрлі қызмет салаларында нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі. Біздің тәлімгер ұстаздарымыз Қостанай педагогикалық колледжінің болашақ ұстаздарын жақсылық жасауға, жалпы адамзаттық құндылықтарды сақтауға, болашақта тәуелсіз Қазақстанның игілігі үшін өмір сүруге, білім алуға, еңбек етуге шабыттандырады. Мария Өтелбаева өзінің ұжымының арқасында биік
биік белестерді бағындырды. В нашем колледже существует волонтерская команда Goodwill. Goodwill значит добрая воля каждого участника нашего движения. Мы делаем добрые дела в разных сферах волонтерской деятельности, организовываем экоакции, участвуем в посадке деревьев, проводим уроки для школьников на тему экологии и даже выиграли малый грант на реализацию экологического проекта. Мы считаем, что нам, как будущим учителям, важно показывать хороший пример не только словом, но и делом. Поэтому волонтерство – дело каждого студента нашего колледжа. В челлендже приняли участие активная молодежь из городов Аксу, Нур-Султан, Алматы, Костанай, Атырау. Мы желаем всем здоровья, мира, благополучия. Будьте благодарными людьми. Пусть наши родители гордятся нашими успехами. Быть патриотом значит быть ответственным человеком за судьбу своей семьи и страны. Баршаңызға бақыт, денсаулық, ашық аспан, бейбітшілік өмір тілейміз. Мереке құтты болсын, еліміз аман болсын.